Мамаң айтады ғой, ОБТ-дан тапсырамады баламыз оқуға түсе алмайтын болды деп. Рас па? Иә, әке, өкінішке орай. Красавчик, не аласың оқуды? Жұмысым бар. 2 диплом соғып жатыр, көріп жатсың ғой? Әшейін жатыр сандықта шаң-шаң болып. Сол ғой, папа, дұрыс айтасың. Ұялмайсың ба? Неменеге оқымайсың деп? Мен адам сияқты анаң айтып жатыр ғой, неме тапсырамады деп. Сонша 11 жыл оқыттым, мектепте сонша оқыған білім қайда? Мен айтпайсың ба, мен оқымағанмын, жүрмін ғой солай, жұмыссыз ары бері. Дұрыс, әке деген осындай болу керек. Бер тәрбиеңді, жақсылап бер, түсіндің бе? Қанша адам ташкент сүйреп жүр далада, оқымаған солар, оқса сөйтіп жүре ме көшеде, арба сүйреп, сумка сүйреп, Кетті ма? Жата бер тыңдап, кешке менің лично өзімнен Түркістан момодан суши, пицца, не керек барлығын түсіндің бе? Болды папа, бірақ Түркістан момо болсын жарай ма? Саған сендік біз, саған қанша үміт арттық біз. Өй!